сөзбен бандитті немесе саған шабуыл жасап өлтіргісі келетін адамды тоқтатуға бола ма? Өмірімде 3 рет осындай жағдай болды. Мен сөзбен бір адамды емес, тұтас бір топты тоқтаттым. Бірінші рет бұл 90-шы жылдары болған. Қысқасы, мені Люберец мафиясы өлтіруі керек болған. Олар мені қыстасы, ақшаға отырғызып, 3 ай бойы әр апта сайын орманға апарып өлтірмек болды. Сол күні олар мені 5 көлікпен алып кетті. Яғни, олардың 5 көлігі болды. Мен оларға стрелкаға өзім бардым. Мені орманға алып кетті де, қысқасы, ұра бастады. Онда 10 шақты адам болған шығар. Басында олар мені газ баллонымен ол кезде әңгіме тараған еді. Газ баллоны шықты, миллиард адамды шашсаң, есінен танып қалады деп. Олар алдымен тексеріп көрмек болды. Көріп тұр, мен есімнен танбаймын. Сосын қысқасы, мені тепкілей бастады. Мен бәрі өмірмен қоштастым деп ойладым, бірақ өмір сүргім келеді ғой бәрібір. Сол кезде маған жігіттер шіркеуде былай деді: тыңдашы, сен Иса атымен адамдарды тоқтата аласың. Мен оларды есі дұрыс емес деп ойладым. Сосын менде және ең бастысы, оны билікпен айту керек еді. Сен білесің бе, мені тепкілеп жатқанда жерге құладым. Алдымен айқайладым: Құдай үшін тоқтаңдаршы. Екінші ретте: Құдай үшін тоқтаңдаршы. Сосын мен шешім қабылдағанда оны билікпен айту керек деп білмеймін, маған бір күш келді. Мен сол тепкілердің астында бір керемет күшпен орнымнан тұрып айқайлап жібердім: Иса атымен тоқтаңдар. Сол кезде керемет бір нәрсе болды. Қысқасы, бәрі жоқ болып кетті. Тек шаң ғана қалды, мен ештеңе көрмеймін. Бұл түн еді, орманда толық айдың түні болатын. Сол шаң біртіндеп сейіле бастады. Сосын қарасам, мен ортасында тұрмын, ал олар менен шамамен 10 метр жерге ұшып кеткендей шеңбер жасап айналамда тұр. Ішімнен бұл не сұмдық өзі деп ойладым. Олар қазір қайтадан маған шабуыл жасайтын шығар, тағы да қарсы тұруыма тура келеді деп ойладым. Әлде қолымда тапанша бар ма екен деп те ойлап қойдым. Сосын білесің бе, олар кейін кетіп қалды. Өзара бірдеңе ақылдасты да, маған басшылары келді. Бір Волоха, кекешігі. Ол айтты: тата талас, кешір, біз сені соқтық, бірақ сен бізге ақша қарызың сияқты. Не істейік саған? Мен айттым: мені Мәскеуге қайта апарыңдаршы. Қысқасы, анау Люберецкий бандиттер. Мен кейін басқа бандиттермен кездестім. Олар маған айтты: тыңда, сен оларға жолама. Олар макрушниктер. Олар шынымен адамдарды өлтіретін. Мен олардан тірі кеттім. Олар айтты: егер сен бізден тірі кетсең, Люберцеда саған ескерткіш қоямыз. Сосын мен сол бандиттер арқылы айттым: тыңдашы, ана Волоха епіндіге жеткіз. Люберцеда маған ескерткіш